7-ші сынып 3-ші тоқсан бөлім бойынша жиынтық бағалау бірінші нұсқасын шығарып көрсетемін. Төмендегі суреттердің қайсысында түзулер параллель болады? Жауабыңызды түсіндіріңіз дейді. Яғни бізде 5 жауап берілген. Біріншісінен бастайық. Әуелі бізде 2 параллель түзуді үшінші түзу қиған кезде бірнеше түзулер пайда болады. Олай болса, бізде мына 159 және 159 деген бұрыштар бізде сәйкес бұрыштар. Егер сәйкес бұрыштар тең болса, онда 2 түзу параллель болғаны. Бізде 2 сәйкес бұрыш тең, сондықтан да А жауабы бізде дұрыс болады. Қалғандарын тексеруге болады. Енді келесі ішкі тұтас бұрыштардың қосындысы 180 градус болу керек. Ал бізде 180-нен асып кеткен, бұл болмайды. Одан кейін ішкі айқыш бұрыштар бір-біріне тең болу керек. Ал бізде екеуі тең емес, бұны алмаймыз. Келесі 132 мен 138, бұл да ішкі тұтас бұрыштардың қосындысы 180 градус болу керек. Бұл жетпей тұр, бұны алмаймыз. Одан кейінгі екі бұрыштың қосындысы 180-ге тең болу керек. Бұның қосындысы 180-ге тең болмағандықтан бұны алмаймыз. Яғни бұл жауаптар қате деген сөз. Келесі үш бұрыштың ішкі бұрыштары теореманы қолданып С бұрышын табыңыз. Яғни бізде сыртқы бұрыш 140 градус болса, ішкі бұрышымыз Д бұрышын табатын болсақ, 180 градустан азайтамыз, 140 градусты шығады 40 градус. Енді ішкі бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең болғандықтан барлық бұрышты қосып 180-ге теңестіреміз. Яғни теңдеу құрып, теңдеу арқылы x-ті тауып аламыз. 12x қосылған 6 тең 180 градус. Бізде осыдан x-терді біріктіретін болсақ, 26 градус, 26x қосылған 4 пен 6 10-ға тең болады. 180, 40 мына жаққа шығып кеткенде 180-нен 40-ға азайтсақ 140 градус болады. 26x 140-тан 10-ды азайтатын болсақ 130 градус. X-ті табатын болсақ, бөліндісі 5-ке тең. Яғни бізде мына жердегі x-ке апарып С бұрышын тауып аламыз. Яғни бұрыш С тең 14 көбейту 5 қосылған 4 тең бізде 74 градус шығады екен. Бұрыш С тең 74 градус. Одан кейінгі үшінші есепте А-сы 3 бұрышы берілген. А бұрышы 30-ға, С бұрышы 100-ге, бисектрисаның ұзындығы берілген 7 см. ВС қабырғасын ВС 1-ді табуымыз керек. Олай болса, бізде 2 бұрыш белгілі, үшінші бұрышын табу үшін, В бұрышын табу үшін 180 градустан азайтамын 30 бен 100-дің қосындысын. Шығады 50 градус. Одан кейін 3 бұрыш ВС1-ді қарастыратын болсақ, бұндағы В бұрышы мен 100 бисектриса 50-де 50 қылып 2-ке теңге бөледі. Сол кезде С бұрышымызда 50 градусқа тең болады. Екеуі тең болғандықтан бұлар тең бүйірлі 3 бұрыш. Тең бүйірлі 3 бұрыш. Олай болса, онда екі табандағы бұрыш тең болса, екі бүйір қабырғасы да тең. Сонда ВС1 тең СС1 7 сантиметрге. Жауабы 7 сантиметр. Келесі төртінші АВС тік бұрыш үш бұрышында бұрыш В 90 градус, АВ 9 сантиметр, АЦ 18 сантиметрге. VH биіктігінің катеттермен жасайтын бұрыштарын анықтау керек. Яғни екі бұрышқа бөлінеді, соны анықтауымыз қажет. Табу керек SVH бұрыш AVH табуымыз керек. Олай болса, бізде С бұрышы арқылы тауып аламыз. Яғни мына бұрыш 90 градус болса, бізде мына 18, гипотенуза катеті 9 болып тұр. Бізде теорема бар 7-ші сыныпта. Егер тік бұрыш үш бұрыштың бір бұрышы 30 градусқа тең болса, оған қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең. 18 9-ға қатынасы, яғни 2 есе үлкен болғандықтан, онда бұрыш С тең бізде 30 градусқа тең. Бұрыш 30 болса, А бұрышы 60-қа тең. Мұна 90 екен белгілі, мұна 60 екен белгілі, енді мұнан табу оңай. Сонда бұрыш В тең бізде 60 градус болады. Яғни AVH, бұрыш AVH тең 30 градусқа. Келесі бұрыш SVH, бұл 90 болса, 30 болса, бұл 60 градусқа тең болады екен. Екінші нұсқада дәл осылай шығарылады.